Армысыздар, құрметті әділқазылар. Бүгінгі біздің бизнес шоуымыздың тақырыбы ертегілер шындыққа мифологиялық және білім, яғни білім беру бағыты. Бізде жобаның мақсаты қазақтың мифтік аңыздарындағы кейіпкерлерді қайта жандандыру, яғни олардың барлық балаларға таныстырып, қазақтың бай фольклорындағы кейіпкерлерді жандандырып, және олар арқылы бизнес жасау. Енді өздеріңіз білетіндей, шет мемлекеттерде, Европа, Америка деген тәрізді мемлекеттерде өзінің фольклорлық ұлттық кейіпкерлер болмағандықтан, олар черепашка, ниндзя, человек-паук сияқты кейіпкерлерді өз ойынан құрастырып балаларға танытқан болады. Ал бізде қазақ фольклоры өте бай және ұлттық кейіпкерлер өте көп. Бізде қазақтың мифтік кейіпкерлерінің саны 40-тан астам болып келеді, бірақ олардың ешқайсының ортақ бейнесі жоқ, және балалардың ешқайсысы оларды жатқа, яғни білмейді екен. Сондықтан біз олардың ортақ бейнесін жасап шығардық. Мысалы, бұл жидаяқ, таусоғар, толағай және толағайдың комикстік бейнесі болып келеді. Енді осы кейіпкерлерді біз болашақта осы кейіпкерлермен өнімдер жасайтын боламыз, және олардың қазақ фольклорындағы бейнесінен бөлек бір басқа бейне жасап қоймас үшін біз мемлекеттік тіл дамыту институтының басшысы Бижамал Қабалбекпен кездесіп осы кітапты алған болатынбыз. Және сонымен қатар біз болашақта олардан өнімдер жасайтын болғандықтан Алматының сәндік колледжінің скульпторымен кездесіп, осы өніміміздің жобалы түрін жасаған болатынбыз. Енді өнімдерге көшетін болсақ, бізде ойыншықтар, статуэткалар және мерчендайзинг болады. Яғни кейіпкерлер мерчендайзингі дегені олармен бізде киімдер, сөмкелер және әртүрлі заттар шығатын болады. Мысалы, дәптерлер. Статуэткаларда бізде гипстік статуэткалар болады. Мысалы, мынау статуэтка болашақта гипс құйылып жасалатын болады. Сонымен қатар бізде осы кейіпкерлерді балалар заттар сатып алушы қалай таниды. Сондықтан біз мультфильм жасауды маңызды етіп көрдік. Өнімдермен таныссаңыздар, яғни біз нарыққа маркетингтік зерттеу жасадық. Яғни бұл маркетингтік зерттеуде нарықта жалпы бұндай өнімдер өте аз деп айтсақ болады, яғни жетіспеушілік табылады. Яғни біз өздеріміздің өнімдерімізді ұсынып, өте жақсы пайда табамыз деп есептедік. Және негізгі серіктестер, яғни бізде негізгі серіктестеріміз ол басты проблематика болады, яғни анимация студиялары, типография, кітапханалар, сувенирлік өнімдер, өндірушілер және ойыншықтар мен статуэткалар және мерчендайзинг, ұлттық телеарна мен стриминг платформасы, мектептер мен балабақшалар және басты, яғни білім басқармасы, мәдениет пен туризм. Яғни біз басты осы жобамызды білім министрлігіне ұсынамыз. Және бізде тұтынушы сегменті, яғни кімдер тұтынады бұл өнімімізді? Балалар, 15 жасқа дейін мультфильм мен ойыншықтарға қызығатын балалар, және балаларына сапалы тәрбие бергісі келетін ата-аналар, және бізде жастар қазақ мәдениетіне қызығушылық танытатын жасөспірімдер. Келесі шығындарға келсек, біз орта есеппен алғанда біздің барлық құртатын ақшамыз ол 65 миллион теңге. Яғни біз бұны есептеп келгенде бізде табатын, яғни оборотымыз 124 миллион деп есептеп шештік. Назарларыңызға рахмет.